көп балалы отбасыларға мемлекет жан-жақты көмек көрсету керек пе? Әрине көрсету керек қой. Не үшін? Енді осы жердің азаматтығы болғаннан кейін халқына көмектесу керек та, өкімет. Баланы өз үшін туу керек, баланы асыраудың барлығы өздері үшін. Жалпы бір жағынан көмектескен де дұрыс, ол бала асырау қазіргі таңда оңай дүние емес, баланың киім-кешегі бар, баланың оқуы бар. Мейлінше барлық жағдайда емес, бірақ көмектескен жақсы. Қолдан келгенше көмек берген дұрыс. Я, например, ни на кого не надеюсь, я мать 4 детей, поэтому я такой человек, который действительно ни на кого не надеюсь. Если государство, то я думаю, обеспечивать бесплатные садики, например, в школе пропитание, чтобы дети могли питаться, ну и также школьной принадлежностью, хотя бы до 11 класса. Вот. Мен ойлаймын, көмектесу керек. Әрине, обязательно, в любом порядке. Енді ол біздің балалар біздің болашағымыз ғой. Болашақта балалар өсу керек, өндіру керек, оған мемлекет көмектесу керек. Бұл жерде бір сөзбен жауап айту қиын, өйткені көптеген факторлар әсер етеді, соның бәрін ескеріп қана айту керек. Негіз берген дұрыс, өйткені бала шағаны өсіру үшін көп қаражат керек қазір. Спорты бар, несі бар, жағдай керек қой. Жағдай болмаса қалай өседі ол? Болашақ дұрыс болмайды ғой. Жарайды, демографияны көбейтіп жатқан шығар, но в целом баланы өзі үшін туады. Әр ата-ана өз баласына өз ответственный болу керек. Негізінде оған ешкім ата-анасы өзінің либо мемлекет оларға обязан болмау керек. Әркім өз баласын өзі үшін туады ғой. Мен мемлекет үшін бала тудым деп отырмайды ғой. Если жағдай келмесе, честно, жағдай келмесе, Алланың берген балалар ғой. Но жағдай келмесе лучше тумаған да дұрыс шығар деп ойлаймын. Но енді Алланың берген баласына, конечно, отказ беруге болмайды. Бұйырған бала туылады, но соған да шүкіршілік етіп, дальше жұмыс істеуге талпыну керек. А не так, чтобы үйде отырып, маған ақша беріңдер, көмек беріңдер деп. Жарайды, 1-2 адам көмектеседі, 2-3 адам көмектеседі. Просто адам жақсыға тез үйренеді. Оңай табылған ақша всегда оңай келеді да, и оңай кетеді. И адамдар жақсылыққа үйрене береді да, өмір бақи ешкім оларға көмектеспейді ғой. Балалар өскенше хотя бы өздері жұмыс істеп, или балаларын соған дағдыласа жұмыс істеуге 16 жастарына дейін. Көбісі менің, например, өз подругаларым жалғыз бастан семьясынан шыққан подругам өзі жұмыс істейді, официант болып жұмыс істейді, 16 жасында інісі де официант болып жұмыс істейді. Ешкімнен ақша сұрап жатқан жоқ, өмір сүріп жатыр. Мамасына қазір көмектесіп жатыр, кредиттарын жауып. Я не думаю, что прям государство прям должно помогать многодетным семьям. Я не сказал бы, что семьи виноваты или не виноваты. Семья образовалась, но какой-то определенный предел должен быть. Например, если в семье 10 детей, но это как-то странно, и при этом условии, что родители не могут поддерживать своих детей на достаточном уровне благообеспечения, то это немного странно, когда они нарожали много детей. И после этого, поскольку государство говорят помочь, я считаю, что государство, да, оно должно помочь, но не в таких крупных масштабах. Шынымен енді. Үй күй жоқ болса, шынымен кішкене қысқарту керек шығар баланы. Енді бірақ ол Алланың беріп тұрған нәсібесі шығар бір жағынан да. Адам деген ондай болам демейді ғой, ешкімде жақсы болам дейді ғой, бірақ тағдыр әркімнің әртүрлі ғой. Біреу соған барады көмек сұрауға, басқа жол жоқ. Тумалас жоқ шығар мысалы. Болады ондайлар. Енді бәріне бірдей көмек жасамағанмен ішінара жаңағындай бір сеткіден өткізіп көмек жасау керек шығар, далаға тастамау керек қайткенде де. Бір жағынан көмектескені дұрыс, бірақ адамдар өздері үшін бала туады. Так что бір жағынан мемлекет тоже не резиновые финансы. Сол үшін мемлекет көмектессін, бірақ не всегда это, думаю. Человек для себя рожает детей. Мемлекет ешқандай міндетті емес. Адам өз өмірін өзі көру керек, жұмысын жасау керек, күн көршісін көру керек, өз табысын өзі табу керек, өз жететіндей. Қазақтың санын көбейіп жатыр ғой. Әкесі или өзі жалғыз ана болса, жағдайлар жоқ болса, мемлекет көмектесу керек, поддержка беру керек деп есептеймін. Ну, я думаю, в какой-то мере должен. То есть надо понять, во-первых, что такое многодетная семья, от скольки детей, до 3 или больше. Но, в принципе, конечно, государство для того и существует, чтобы поддерживать своих жителей, свое население в каких-то задачах сложных, да. Тем более, что я так понимаю, что демография – это одна из задач. Я, честно говоря, не знаю, какая ситуация именно с этим в Казахстане, потому что я приехал из России, и немножко не в теме. Но думаю, что увеличение количества населения – это одна из задач, поэтому поддержка, безусловно, должна быть. Міндетті емес деп айта алмаймын, бірақ та көмектессе,
мен ойлаймын жақсы болушы еді, өйткені көп балалы аналардың шынымен де шығын өте көп. Бір баланың өзінде, мысалға екеумізде 3 бала, в общем, ода 2 бала менде 1 бала, соның өзінде шығын өте үлкен, садигіне төлеу керек, киімі бар, қыдыру бар. Сондықтан мен көп балалы отбасыларды түсінемін.